Тәуелсіздік жылдарында білім саласы мемлекеттік білім беру бағдарламаларын іске асыру барысында көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Бұл бағыттағы бастамалар күні бүгінге дейін өз жемісін беріп келеді. Елбасының бастамасымен қабылданған балапан бағдарламасы арқылы 3 пен 6 жастағы сыр бүлдіршіндері балабақшамен 100% қамтылды. Сондай-ақ жекеменшік балабақшалардың үлесі жыл сайын артып, бүгінгі күні мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 72%-ын құрап отыр. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері бүгінге дейін 414 жеке балабақша ашылып, 164 мектеп ғимараты пайдалануға берілсе, оның ішінде 24 жаңа мектеп желісі ашылған. Жыл өткен сайын мектептердің материалдық техникалық базасын нығайып келеді. Облыстағы мектептердің 65%-ы жаңа модификациялық физика, химия, биология кабинеттерімен жабдықталған. 124 мектеп робототехника кабинеттерімен жарақтандырылған. Барлық мектептердің компьютерлік паркі 100% жаңартылып, интернет желісіне қосылған. Сондай-ақ аймақ бойынша жасыл мектеп жобасы іске асуда. Жоба аясында 13 мектеп жылыжаймен қамтылған. Жұмысты жандандыру үшін мектеп оқушылары ғылыми бағытта түрлі идеяларды тәжірибеге енгізіп көруді бастап кетті. Еліміз тәуелсіздігін алған 1991 жылдан бері кәсіптік білім беру саласы бойынша қабылданған білім туралы заңның мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде кәсіптік білім беру саласына модернизациялау жұмыстары жүргізілуде. 2017 жылдан бастап қолға алынған баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім мәңгілік ел жастары индустрияға серпін 2050 еңбек жас маман бағдарламалары осы қажырлы еңбектің жемісі. Тәуелсіздік алғаннан бері техникалық және кәсіптік білім беретін арнаулы білім беру ұйымдары колледж статусын иеленіп, қазіргі таңда бакалавр дәрежесін дайындайтын 10 жоғары колледж жұмыс жасауда. 2015 жыл Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы мен Қызылорда облысы әкімдігі арасында өзара әріптестік жөніндегі меморандум аясында Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесі таратылатын 46 инновациялық мектептер ашылды. 2016 жыл мектептер кезең-кезеңмен жаңартылған білім беру мазмұнына көшті. Педагогтардың 98%-ы жаңа бағдарлама бойынша курстан өтті. Республикалық үздік педагог конкурсының қорытындысы бойынша 2013 жылдан бастап 2020 жылға дейін облыстың 19 ұстазына үздік педагог атағы берілді. 2017 жыл колледждерде 7 арнайы пән мен информатика пәнін ағылшын тілінде оқыту жобасы басталды. Соңғы 10 жылда халықаралық және республикалық олимпиадалар мен ғылыми жоба конкурстарында 500-ге жуық оқушы жүлделі орындар иеленді. 2019-2020 жылдар арасында 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының жеңімпаздарын Назарбаев зияткерлік мектебі мен республикалық физика-математика мектептерінде қазақ, орыс және ағылшын тілдері математика пәндері бойынша тереңдетіп оқыту жұмыстары жүргізілді. 2020 жыл пандемия жағдайында онлайн жаз жобасы аясында балалардың жазғы демалысын қашықтан ұйымдастыру бағытында Instagram әлеуметтік желісінде онлайн vacation КЗО парақшасын ашып, балаларға жазғы демалысты тиімді өткізу жобасы жүзеге асырылды. Жоба балалардың жазғы демалысын тиімді және оңтайлы ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетімен сәттілік танылып, еліміздің өзге аймақтарына тәжірибе ретінде таратылды. Облыстағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жас педагогтың кәсіби өсуіне және шығармашылық дамуына үлес қосуда қажетті материалдық техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілген құзыреттілік орталықтар ашылды. Сапалы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеу жолында сыр елінің ұстаздары тынбай қызмет етіп келеді. Өйткені білім адам баласының ортақ қазынасы.